Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сырный шарики дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасы созылмалы болып дайындалады. Ол үшін шұңғыл ыдысқа жұмыртқаның ақ уызын салып, миксердің көмегімен ақ көпіршік пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Араластырылған массамыз осындай тығыз болу керек. Кейін оның үстіне тұзымызды салып, ірімшіктерімізді салып, және де ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, біркелкі масса дайындап аламыз. Кейін қолымыздың көмегімен домалақтап алып, нан ұнтағына салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Және де ірімшік таңдаған кезінде құрамына өте қатты мән беріңіздер, құрамы таза болу керек. Және де нан ұнтағы, орысшасы панировочный сухари деп аталады, кәдімгі дүкендерден таба аласыздар. Ендігі кезекте қызып тұрған майға қуырып аламыз. Ол үшін қағаз сүлгі дайындап қоямыз, және де шариктерімізді сүзіп алатындай осындай арнайы құралдарымызды қасымызға дайындап қоямыз. Шариктеріміздің барлығын қызып тұрған майға салып, қалақтың көмегімен араластыра отырып, қызарғанша қуырып пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп, қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Кәдімгі самсалармен, басқа да рулеттермен қойсаңыз болады. Іші өте осындай созылмалы, жұмсақ әрі нәзік болып дайындалады. Каналға тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.